шаршамайсың ба жұмыста, мына жұмыстарда? Ой, істеп жатамын ғой мына дүзу жер болғанда істена, үйдің сырты болса үйдің сыртын бір күнде өп істеймін анасы. Күнде 80 квадрат, 90 квадрат ұрамын бір күнде. Bir günde mi? О, тек жер болса. О, қисық болғаннан кейін зай болады, адам жыланасынан болмайды. Мынандай қисық болса құйып. Taekwondo неше жыл қатыстың? 10 жылдай жүрдім. 10 жыл. Мен сонда кішкентай кезінен қатысқансың ғой? Жарыстарға шығармай қойды ма сонда? Жарыстарға шығарады, Өзбекстанның байрағын көтеріп, бізде өзімізде байрақ бар ғой. Нахын ол маған керек емес. Болмаса анасы бір удардан ұйықтатам, любой адамды анасы. Төртеуін құлатып беремін ғой. Қойшы. Барамын да тік кетті. Мәммесе дейсің ғой да? Осы оны қыз жақпайды маған. Ал оған қатсашы. Негізі анасы таеквондо емес, негізі анасы дүние жүзі бойынша рекорд қоя қойғанда ғой, тас көтеруден. 500 кг көтеріп. 500 кг? Yarım tonna. Оны да көтеріп айналыстың ғой мен. Onunla aylansın o ya. Onu da götüremeyiz. Olmuyor. Burada kızılışlık vardı, kızılışlık. İnteres bulsa. İnteres bulsa olur. Любой затқа kazanamaz. Любой o ешкі ме, мал ма, стройкі ме. Біреу анасы үйретімен десе қасында жүре беремін.